Метеорит ғаламшарымыздың негізгі жауы. Қаншама ғасырдан бері планетамыздың әрбір түкпірін аяусыз соққыға жығып келеді. Бұл процеске әлі де куә болып жүрміз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға галактикалық зұлматтың жер шарына жасаған 8 бірдей қауіпті саяхатын ұсынамыз. 2014 жылдың 8 қарашасында Техас штатындағы ашық аспан астында рок-концерт ұйымдастырылған болатын. Осы сәтте жиналған жанкүйерлер әуеден құлдилап келе жатқан метеоритті байқайды. NASA ұйымының хабарлауынша өлшемі 1-2 метр аралығында, ал салмағы 1800 келідей болған екен. Одан бөлек бұл жайтты Жапония тұрғындарды назардан тыс қалдырмаған. Егер бұл зұлмат көкте жарылысқа ұшырамай жерге түскенде Хиросима апатындағы зардаптан 3 есе ауыр болатын еді. Көбінесе метеорит жерге құлар сәтінде мынадай жарықшақ арқылы көзге ілігеді. Бірақ 2010 жылы Американың батыс өлкесіндегі күмбезінде мынадай ерекше әрекетпен есте қалды. Қатқыл дауыс және кеңейген жарықшақтар жергілікті тұрғындардың зәресін алғандай. Уфолог ғалымдар бұны бірден ұшатын беймәлім нысандарға қатысы бар десе, астрономдар метеорит екендігін дәлелдеуге тырысты. Челябинскідегі жағдай есіңізде шығар. 2010 жылдың 15 ақпанында аталған қала тұрғындары метеорит құлауына куә болды. Дәл осы оқиға арқылы бүкіл әлем ресейлік әрбір жүргізушінің көлігінде бейнетіркегіш бар екендігіне де көздері жетті. Әуе зұлматтың тура ашқаны сондай, қолмен сызып қойғандай түп-түзу. Абырой болғанда ешқандай ауыртпашылық болмады. Артынша белгілі болғандай метеордың жасы 4 миллиард жылға таяу екен. Лиралық жұлдыз ағу. Көбіне бұл процестер адамзат көзіне көктемгі уақытта жиі ілігеді. Өте жоғары жылдамдықпен жүйткіген ғаламның тамаша көрінісі кейде тылсым секілді көрінуі мүмкін. Алайда бұл да сансыз самғаған метеорлардың біріне жатады. Дегенмен лиралық метеорлар ешқандай зардап әкеле қоймайтындығы да анықталды. 2012 жылдың 13 желтоқсаны Түркиядағы Арду қаласының тұрғындары үшін естен кетпес күн. Аталған уақытта аспаннан құлдилаған мына метеоритті жергілікті нысан бейнекамераларының бірі түсіріп алған болатын. Және бұл оқиға түрік жұртшылығының зәресін алған көрінеді. Себебі Нострадамус жорамалдаған ақыр заман уақыты дәл осы жылдың 21 желтоқсаны еді. Енді Аргентинаға атпасын бұрайық. Мұнда 2015 жылдың 30 шілдесі күні біз тоқталып отқан жағдай орын алды. Көп жағдайда метеорит жерге құлау барысында ақ түске енеді. Ал Буэнос-Айрес әуесінде бұл ғаламат құйрығы сарғыш, өзі жасыл түсті кейіпте құлдилаған. Бұндай кейіпке енудің басты себебі метеор құрамындағы заттардың ауамен жанасқан сәт деп болжанып отыр. Хаябус жер серігі. Жапониялық бұл дүние 2003 жылдың наурызында аттандырылған еді. Мақсаты галактикадағы Итакава атты кішкене астероидтің сұлбасын түсіру. Кеме ғарышта 3 жылдан астам уақыт зерттеуде болады. Ақыр соңында ол өзіне артқан тапсырманы артығымен орындап қойғандай. Итакава астероидтарын өзімен бірге ертіп Аустралия жеріне құлайды. Персеидтер. Біз бұл аталған дүниені жыл сайын тамыз айында жиі көреміз. Персеидтерде лиралықтар секілді Свифт-Таттл кометасына қалған құйыршықтар. Дәл осы комета әр 135 жыл сайын жер ғаламшарының қасынан өтеді. Бірақ персеидтерге біз жыл сайын куә боламыз.